Менікі көшіріліп дайын тұрған. Қазір кішкене загрузка жүріп жатыр ғой деймін. Регистрация. Жаңадан кірсеңіз регистрация болады. Менікі енді өзімнің нем бар ғой, аккаунтым. Вход дейсіз. Мына жерде паролін жазасыз. Экраныңыз ашылды. Енді сізге жаңадан балаларға мысалы қандай конференция ұйымдастыру керек болса, запланировать деп жазылып тұрады. Сол жерге кіресіз. Сосын міне күні, сағаты бәрі жазылып тұр. Тек қана мына жерде Алматы, Астана, мен көрейік, Астана. Ой, жоқ, Астана жерде қайсысы? Алматымен көреміз, Алматы жері. Сосын Астана уақыты болу керек негізі. Бірақ мына жерде Дакка деп жазып тұр ғой. Неге Дакка? 5-ті таңдарыңыз онда ше. Қайсысы? Сол 5-ке көшеміз ғой. Осы бірінші неден бастап, наурыздан. Жоға жақта тұр ғой, 5 Астана деген жоқ па? Сол 5 бола ма сонда бізде? Енді плюс 5 аха. 5-ші сағаттық белдеуде болатын боламыз. 5 емес, бұрынғы 6 болып тұр ғой, неге? Қазалықта жүрміз, сонда солай ғой. Біз бірінші неден Қазір ол туралы айтам. Мұның бәрі Алматымен кете берсін бәрі. Басқа қала жоқ, Қазақстан. Иә. Сосын идентификаты персональный басасыз. Сосын заложить, да, мына жер код кетеді, мына жерде жазып тұрады ғой. Сосын сохранить. Сосын копировать басасыз. Сіздің дыбысыңыз қосылып тұрған жоқ, сондықтан войти использование звука компьютера дегенді басасыз. Сол кезде мына жер несі микрофоны шықты. Енді сіз бірінші басталғанша өз микрофоныңызды былай өшіріп қоюға болады. Мынау несі сіздің камераңыз былай жауып, немесе былай қоса аласыз. Болды, иә? Иә, енді мынау сіздің дайын экраныңыз, иә? Сосын балаларға жіберу үшін, сіздің шақыру үшін, иә, мысалы жаңағы неңізді. Примечание мына жерге басасыз. Жоқ, мынау емес екен. Дополнительный мынаған. Міне, пригласить деп тұр. Копировать ссылку деп жазып тұр мына жерде. Көріп тұрсыз ба? Мынаған барыңыз, мына жерге. Міне. Копировать етесіз. Сосын жаңағы неңізді жібересіз. Группаңызға кіретін. Чаттынан свернуть етіліп қой. Мынаны свернуть ете саласыз да, мысалы WhatsApp-пен, мысалы жаңа WhatsApp-ты ма, мысалы WhatsApp-қа мына жердегі, мысалы WhatsApp-қа жібере саласыз. Одан кейін ол ашылады, кіреді. Енді демонстрация экраны, мысалы сіз балаңызға экранды түсіндіресіз, жаңағы сабағыңызды ашып қалай түсіндіресіз. Мына жерде жазып тұрады демонстрация экраны. Слайд ашу осы жерден қоя. Иә, осы жерде. Мынаны басасыз. Мына жерде экраныңызда дайын тұрады ғой. Мысалы мен мына кітапты ішінен түсіргім келсе, мынаны басасыз да, поделиться дейсіз. Сол кезде балаға жаңағы мына экран толық көрінеді. Мына экрандар. Бала өз сөйлегенде автоматически камераға шығады, иә? Камера мына жерде осылай тұрады, міне мына жер. Мына секеміз тұрған сияқты мына жерде бәрі көрініп тұрады. Ол үшін жаңағы болады ғой, бір бала сөйлеген кезде шыға келеді ғой, видеосы. Интернет дұрыс. Ол үшін экран, мысалы, мына жерде қосқыз деп айту керек, микрофонын қосқызу керек. Бала. Әйтпесе олар қарап, мен фотомды қойып қойдым ғой, оларда қап-қара экран болып тұрады мына жерде. Түсінікті, иә? Иә, түсінікті. Сосын уақытымен 40 минут беріледі, одан кейін шектеулі уақыт. 40 минуттан кейін нетесіз. Қайтадан жасауға болады, шақырып, иә. Мына жерде балалардың телефон дыбысын қосу, өзіңіз дыбысын қосуға ұмытпайсыз. Менің дыбысым қай жерде, осы ма? Мынау сіздікі, иә. Балардікі? Оларда да өздерінде көрініп тұрады. Әркім өзінікі, иә, ол бар. И мына жерде камерасы да өздерінде көрініп тұрады. Сосын егер қандай да мысалы бала дыбысын естімей жатқан болса, мына жерде чат деген бар. Мынаны басасыз, чатты. Сол кезде мына жерде экран ашылады. Сосын жазуға болады, мысалы балалар. Ана жаққа жазылды. Балалар. Иә, ол жағын білемін. Сабаққа кіріңіздер.